Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің және әдеби тілінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы 1845 жылы 10 тамызда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында Шыңғыс тауының бауырында дүниеге келген. Абай атақты Тобықты руының Ырғызбай деген тобынан тараған. Әкесі Құнанбай Өскенбайұлы өз заманында ел басқарған адам болған. Ол тарихта өжет, қатал мінезді, елді әділ басқаратын басқарушы ретінде, ал анасы сөзге шешен, сабырлы, байыпты дана әйел ретінде танылған. Абайдың балалық шағы балалықпен емес, көбінде даналардың маңында жүріп даналықпен өткен. Басқа балалар секілді ойыннан емес, кітаптан және әжесі Зеремен келген сөзге шешен қонақтардың сөзінен бас алмай құлақпен түре тыңдап, жүрегіне бойлатумен өткен. Осы қасиеттерінен болар, әкесі Құнанбай көп баласының ішінен ел билеу ісіне Абайды жастайынан тартқысы келген. Бала Абай 7 жасқа дейін әжесі Зеренің ертегі әңгімелеріне тояттана өсіп, 1852-55 жылдары ауыл медресесінде Татар Ғабитхан молдадан сабақ алады. 1855 жылы 10 жасында ол ең алғашқы өлеңін жарыққа шығарады. 1855-58 жылдары Семей қаласында татар имамы Ахмет Ризаның медресесінде оқиды. Әкесі Құнанбай Абайды ел билеу ісіне ерте араластыру үшін оқудан шығарып алады. Ел билеу ісінде Абай 1866-68 жылдары Күшік Тобықты болысының болысы болып сайланып, бұл қызметті абыроймен атқарады. 1872-74 жылдары Күшік Тобықты болысына екінші рет болыс сайланып, сонда қызмет атқарады. Абай бос уақытында аңшылық өнерін, арқар, киік ату, қасқыр соғу, бүркіт баптап түлкіге салу ісіне өте қатты қызығады. Абайдың отбасылық өмірі. Абайдың Ділдә, Әйгерім және Еркежан деген 3 жары болады. Ол кезде көп әйел алуға рұқсат етілген еді. Үшеуі де бір уақытта ақынның жары болды, бірақ әртүрлі ауылда тұрған. Абай Ділдәға 15 жасында үйленді. Неке жастардың әкелерінің келісімімен қиылған. Ділдә де Абай сияқты текті отбасынан шыққан. Ол Қазбек бидің ұрпағы Арғын руының биі Алшынбайдың туған немересі. Абайдың бәйбішесі Ділдәдан Ақылбай, Әкімбай, Әбдірахман, Райхан, Күлбадан және де кенже баласы Мағауия тарады. Ақынның екінші жары Әйгерім, оның шын есімі Шүкіман, болжам бойынша қант сияқты тәтті деп аударылады. Ал оған Әйгерім деген есімді Абайдың өзі қойған. Қыздың сұлу болғаны соншалық ақын оны Ай-Керім деп атап кеткен. Абай Әйгерімге 30 жасында үйленген. Олардың жас айырмашылығы 11 жасты құраған екен. Әйгерім ақынның ең сүйікті жары болған. Абай өз сүйіктісін кездестірген жердегі бұлаққа қыздың есімі берілген. Әйгерім де текті отбасынан шыққан қыз. Ол ұлт батыры, қазақтарды жоңғарлардан қорғаған Мамай батырдың тікелей ұрпағы. Абайдың екінші әйелі Әйгерімнен Тұрағұл, Мекайыл, Іскайыл және Кенже атты ұлдары тарайды. Ұлы ақынның үшінші жары Еркежан. Ол бастапқыда Абайдың інісі Оспанның әйелі болған. 1892 жылы Оспан қайтыс болғаннан кейін Еркежан әмеңгерлікпен Абайдың үшінші жары болып, ақынның өмірінің соңғы 11 жылында Жидебайда бірге тұрған. 1904 жылы 23 маусымда қазақ халқының ұлы перзенті, әлем ойының алыбы Абай Құнанбайұлы Бақанас жайлауында мәңгіге көз жұмды. Қыстауы Жидебайда жерленген.